Пайғамбардың мінезі біздің табиғатымызда болмаса, біз қалай мен пайғамбардың үмбетіміз деп айта аламыз? Айтыңызшы, бауырлар. Егер сізден сол пайғамбардың мінезі көрілмесе, қалай сіз мен пайғамбарды сүйем дейсіз? Қалай сіз мен пайғамбарды сағынам дейсіз, егер сол мінез көрінбесе сізден? Мен түсінем жастарды. Енді біздің кезімізде ғой, ол өліп қалды. Майкл Джексонды жақсы көретін. Сөйтіп Майкл Джексон сияқты киініп жүретін. Оны түсінетін біз бәріміз. Мынау Майкл Джексонды жақсы көреді дейді. Біліп тұрмыз да? Соның қимылдарын жасайды, соның музыкасын жанында жүреді. Түсінесіз, мынау кісіден үлгі алып жүр, сол кісінің соңынан жүргісі келіп тұр дейді. Сіз ше, бауырлар, кімнен үлгі аласыз? Кімнің соңынан ергіңіз келеді, айтыңызшы? Бірінші орында пайғамбарымыз шығар. Ондай болса, неге сізден пайғамбарымыздың жасаған амалдары, мінездерінің жұрнағы көрінбейді? Неге сіз соныменен өмір сүрмейсіз? Мысалы, әншілер, жұлдыздарымыз көп, жастарымыз солардың әндерін тыңдап жүреді. Көрсеңіз, бірден түсінесіз, ана пәленшені көп естетін адам ғой деп, соның әуенін ызыңдап, соған бір құштар болып жүреді. Бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисін махаббатпен оқуды біз қойып кеткен сияқтымыз ғой. Қараңызшы. Студент болған шығарсыздар көпшілігіңіз, әлі студент шығарсыздар. Әскерде болған шығарсыздар. Үйден хат келсе қалай оқисыз? Енді біздің заманда хат келетін, енді қазіргілер оңай хат жазылмайтын шығар, телефонмен соға салады ғой. Телефон жоқ жерде хат келсе ше, қалай оқисыз? Сағынып оқисыз. Бір оқып бітірмейсіз, оны оқып тастағаннан кейін, біраз уақыттан кейін тағы оқисыз. Оқып жүресіз да, қызығып. Пайғамбарымызды сағынсаңыз, неге оның сөздерін оқып жүрмейсіз солай? Неге сол пайғамбарымыздың хадистерін жаттап жүрмейсіз? Неге айтып жүрмейсіз? Неге көрінбейді сол нәрселер? Үйге кіріп келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деген, былай істеген деп тұрса, сізден жұрт түсінетін еді. Мынау кісі пайғамбарға ғашық адам, пайғамбарымызды жақсы көретін адам, Мұхаммед деп тұра береді, ол қайда жүрсе де соны айтып жүреді деп айтатын еді. Бірақ біз содан ұзап кеттік, бауырлар. Мінез құлқымыз да, жүріс тұрысымыз да пайғамбарымыз алып келген хидаяттан ұзап бара жатыр.